Барлықтарыңызға сәлем. Егер ас үйіңізде өлшейтін аспап құралдарыңыз жоқ болса, осы пирогты дайындауға кеңес беремін. Бұл пирог миксерсіз және таразысыз, яғни весыйсыз дайындала береді. Әдеттегідей сіздерге қажетті ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдырдым. Ыдысқа 3 жұмыртқаны шағып, үстіне 12 ас қасық құмшекерді саламыз. Оны венчикпен немесе вилкамен құмшекері еріп, жұмыртқасы ағарғанша араластырамыз. Кейін ыдысымызға 12 ас қасық сүт пен 12 ас қасық сұйық майды құйып араластырамыз. Енді 12 ас қасық ұн саламыз. Айта кететін жайт, қасығыңыз жұқа, кішкентай немесе ойық емес болса, көптеу алыңыз. Егер қасығыңыз үлкендеу болса, онда менікіндей етіп алыңыз. Кейін араластырмай тұрып, ұнның үстіне 1 шай қасық разрыхлитель саламыз. Енді осылардың барлығын однородный масса боламын дегенше араластырамыз. Дайын болған масса сұйық емес, орташа болады, бірақ қоюға жақын орташа болады. Егер өзіңіздікін сұйық десеңіз, ұн қосып, жақсылап араластырып жіберіңіз. Ал қоюлау болып кетсе, кішкене сүт құйып араластырып жіберуге болады. Қайткенмен де қасықтардың көлемі әртүрлі. Массаның консистенциясы міне осы видеодағыдай болады. Енді үйдегі қалаған формаңызды алыңыз да массаны ішіне құйыңыз. Пирог немесе бисквит пісіргенде форманың астын, әсіресе шетін майлауға мүлдем болмайды. Себебі пісіріп жатырған пирог немесе бисквитіңіздің беті тегіс піспейді. Пісірген пирогыңыздың беті домаланып, яғни округленный болып піседі. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минут аралығында пісіріп аламыз. Пирогтың іші піскендігін білу үшін шпажки немесе спичка арқылы біліп алыңыз. Пирог әлі ыссы кезінде формасынан алмаңыз. Пирог суығаннан кейін формасынан алып, шайға бере берсеңіз болады. Пирогты осылай жесе де өте дәмді. Пирогты фантазияңызға қарай әртүрлі етіп сәндеуге болады. Мысалға, көлденеңінен 2-ге бөліп, ішіне вареное молоко немесе басқа да бір крем жақсаңыз болады. Ал беткі жағын глазурмен немесе шоколадпен безеуге болады. Видео ұнаған болса лайк басып, пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.